қайырлы таң достар. Әдеттегі таңғы серуен уже дисциплинаға үйреніп қалды дене. Өйткені бір уақытта жаз кезінде кішкене бәсеңдеп қалған еді. Осы қараймын да мен өмірімде осы именно осы сезонда, осы ноябрь кездерінде, октябрь, мен өмірімде бірнеше рет белсенді режимге тұрғанмын да. Өйткені 10 жыл бойы мен осымен зерттеп келе жатырмын да, осы направлениені, даму, өсу, энергия деген. Бірақ арасында үзілістер болады, мысалға. Тастап кетесің, семіресің, жүресің да. Содан кейін қайтадан белсенді режимге кірем. Именно осындай кезде болады. Содан кейін 3 ай, 6 ай тоқтамай бір темппен жүрем да, бір кезде кезең үзіледі арасы. Үзіліп қалады біраз уақыт. Қайтадан қолға аласың. Содан кейін мына жаз кездері, иә? Август айларында трансформация болады менде. Трансформация деген нәрсе бір өсесің да. Трансформация деген мынандай нәрсе ғой. Сенің өміріңде бір кризис болады, ішіңде бір кризис болады. Құлдырау деген сияқты нәрсе. Содан кейін сөйтіп жүресің, содан кейін қайтадан шыққаннан кейін белсендіге режимге өтесің, бірақ сен өсесің да. Получается, өмірімізде болып жатқан нәрсенің бәрі бізде қазір қиындық, бірдеңке провал, банкрот, қарыз, отношение бұзылу, ауру деген нәрсенің бәрі бұл кризис. Бұл бізге просто так келмеген. Бізді негізі өсіру үшін келді да, өзгеруіміз үшін келді. Негізі сол мәселе. Кішкене бас иіп, Аллаға беріліп, кішкене бір түзелуіміз керек та, өзіміздің бір не то жерлеріміз бар мінезімізде, енді мойындау керек қой. Енді егер осы нәрселер шешілмей жатса, онда либо қырсық немесе тәкаппарлық та вот сондай болуы мүмкін да. Егер бір нәрсе шешілмей жатса, либо мен жатып алдым да қырсығып жатырмын, ештеңе істемеймін. Сол үшін осы жерден қарауымыз керек. Өйткені менің түсінгенім осы. Каждый осындай қиындықтан кейін қайттан шығасың, күшейесің, өсесің. Өсу осылай өмірде. Так что қиындық болып жатса, өмірде қайталанып жатса, ол нормально. Самое главное өсіп шығу керек содан. Әрекет жасап, өзгеріп, осы нәрсені ескерейік негізі.